Сәлем қыздар, сіздерге қайнатпайтын және көп затты қажет етпейтін, әркім әртүрлі айтатын огонек, кобра деп аталатын осындай салаттың рецептін ұсынамын. Видеомды соңына дейін қарап, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен бізге керек осындай қызанақ, болгар бұрышы, ащы бұрыш, сарымсақ және тұз және аспирин. Жуып тазалап қойған көкөністеріміздің барлығын осындай ет тартқыштың көмегімен тартып алып, біртіндеп қоспаларымызды дайындап аламыз. Бірінші үлкен ыдысымызға қызанағымызды салып, үстінен болгар бұрышымызды және ет тартқыштан тартылған сарымсақ пен ащы бұрышымызды салып, араластырып аламыз. Үстінен 3 ас қасық тұзымызды салып, араластырамыз. Әр үй бекесі әртүрлі жасайтын болғандықтан, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Осының үстіне аспиринімізді осылай қасықтың көмегімен үгітіп, үстіне салып шығамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, бір түнге салқын жерге қойып қоямыз. Видеом ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Міне біз бір түн тұрды, енді осыны қайтадан араластырып, баклажкаға немесе мен сияқты банкіге құйып жауып тастасаңыздар болады. Мен осындай томаттың, аджиканың банкыларын жуып тазалап, парлап, крышкаларын қайнатып, воронканың көмегімен қиып алдым. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосам десеңіз, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ой-пікірлеріңізді қалдырыңыз. Қыздар, менің бұл салатымның дәмі шамал ащылау болды. Енді өздеріңіз қалауларыңызша ащыны 1 дана немесе 2 дана салсаңыздар болады. Мен бұл жерде 3 дана салдым, өйткені қыста бізде палауға, ет тамаққа жегенге өте ыңғайлы. Міне біз барлық банкілерді қиып шығып, осындай крышкаларын бетіне жауып, мықтап жауып аламыз. Міне біздің огонек немесе кобрамыз дайын болды. Сіздермен болған Кәмшат, келесі видеомда кездескенше сау болыңыз.